Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен. Мен Спанкулов заңгерлік компаниясының негізін қалаушысымын. Бүгінгі видеода мен сіздерге сот орындаушылары, яғни микрокредиттер арқылы осы қойылған аресттер туралы, сол аресттерді именно қалай шешу керек, сол туралы айтып кететін боламын. Ең алдымен достар, осы аресттерді қалай шешу туралы айтпастан бұрын, менің осы Instagram парақшама, сонымен қатар осы YouTube каналыма тіркеліп кетіңіздер. Алдағы осы көптеген осы ақпараттар болады заңға байланысты, соны жіберіп алмаңыздар. Ең алдымен осы сіздерде арест пайда болған жағдайда, оны өздеріңізде білесіздер, яғни осы микрокредиттік организациямен сіздердің араңызда негізі бір келісім шарт болады. Осы қарыз туралы, микрокредит туралы. Сол микрокредитті сіздерге берген жағдайда, негізі микрокредитная организация, ұйым, олар негізі сіздерге, сіз қарызыңызды төлемегеніңізге байланысты, сіздерге негізі аресттарын қоя алады. Олар өздерінің аресттарын сізге қойған жағдайда, сіздің бүкіл шоттарыңызға, сіздің мүліктеріңізге, және де сіздің осы тағы басқа шоттарыңызда, яғни бүкіл банктағы шоттарыңыздың барлығына аресттер қойылатын болады. Сіздерге осындай арест қойылған жағдайда, ол аресттерді қалай шешу керек? Өйткені негізі көптеген сұрақтар қойылып жатыр маған. Қазір кезде маған осындай арест қойылды, бірақ кім екенін білмеймін, қандай сот орындаушыда, қалай, не істеймін деген сұрақтар негізі көп қойылып жатыр. Соған байланысты негізі реестр должников деген осы әділет министрлігінің сайты бар. Сол реестр должниковқа кіресіздер, сол реестр должниковқа кіргеннен кейін өзіңіздің иініңізді жазасыздар. Иініңізді жазғаннан кейін сол жерде негізі сіздер туралы осы толық ақпарат пайда болады. Ол жерде сіз қандай организациядан ақша алдыңыз, қазіргі кезде ол ақшаң қаншаға дейін өсіп кетті, қашан сізге арест қойылды, сот орындаушының аты жөні, содан кейін барып сізге исполнительный надпись арқылы қойылды ма арест, немесе сот арқылы қойылды ма, сол туралы барлық ақпараттар негізі сол жерде болады. Ең басты ақпарат сол жерде сот орындаушылардың өздерінің жеке номерлары болады. Сол сот орындаушылардың жеке номерларына сіздер WhatsApp-қа жазып, немесе телефон осы қоңырау соғу арқылы сол сот орындаушыларға шығып, солардан осы исполнительный надписті алып алсаңыздар болады. Егерде сіздерге сол исполнительный надпис келмесе. Сол исполнительный надписті сіздер алғаннан кейін, соған сіздер негізі возражение жазуыңыз керек. Исполнительный надписті негізі жазатын ол нотариустар. Сіздер сол нотариусқа возражениені жазып, содан кейін бар қолдарыңызды қойып, негізі сол нотариустардың негізі почталарына, яғни электронный почталарына, оны біз mail, gmail дейміз, негізі соған жіберсеңіздер де болады. Сонымен қатар қазпочта арқылы негізі тікелей олардың адрестарына жіберсеңіздер болады. Содан кейін барып нотариустар негізі сіздердің сізге қарсы исполнительный надписті жазғанын 3 күннің ішінде негізі олар бұзу керек. 3 күннің ішінде негізі олар бұзғаннан кейін сіздерге осы постановленияларын береді. Постановление об отмене исполнительной надписи деген документ. Сол жерде сізге қарсы осы микрокредитке сіз қарыз деген туралы осы ақпараттың барлығын негізі осы документ жояды. Осы документ жойғаннан кейін сіздер осы документті сот орындаушыға апарып өткізесіздер. Сот орындаушыға өткізгеннен кейін барып, сот орындаушы 1-2 күннің ішінде сіздің аресттарыңызды толық шешетін болады. Егерде достар сіздер осы арестті шешетін негізі уақыттарыңыз болмаса, осы видеоның астына ссылка қалдырып кетем. Сол ссылка арқылы өтіп, менің көмекшім Әйгеріммен негізі хабарлассаңыздар болады. Ол сіздің аресттеріңізді ақылы түрде толық шешіп беретін болады. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.